Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен 2 ақтана жұмыртқадан осындай керемет болып шығатын, өте дәмді, биік болып шығатын пирог рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ осындай ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Ыдысты пайдаланудан алдын міндетті түрде құрғақ салфеткамен сүртіп алуларыңызға кеңес беремін. Сонда біздің жұмыртқамыз өте жақсы көтерілетін болады. Үстінен 200 грамм қантымызды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жоғары көтере отырып, қанты ерігенше жақсылап араластырып, қантын ертіп алатын боламыз. Осы процесс өте маңызды, өйткені біздің жұмыртқамыз қаншалықты көтерілсе, пирогымыз да соншалықты көтеріледі. Үстінен 250 грамм қаймағымызды саламыз. Енді қаймақтың дәмі өте керемет шығады. Сұйық май қосамыз. Сұйық май бізде 100 грамм. Яғни өздеріміз күнделікті тамаққа қосып жүрген майымызды қосамыз. Енді 260 грамм ұнымызды електен өткізе отырып, массамызға салатын боламыз. Міндетті түрде оны да електен өткізулеріңіз керек. Және де 10 грамм қамыр қопсытқышын, 3 грамм ванилин салып, тағы да миксердің ең төмендігі жылдамдығында араластыра отырып, барлығын біріктіреміз. Не болмаса, силиконды күрекшенің көмегімен де араластыра берсеңіздер болады. Және де осылай силиконды күрекшенің көмегімен барлығын жинаймыз. Форма менде 22 сантиметр. Массамыздың жартысын саламыз, және де ортасына кес келген ягоды не болмаса орехтарды қоса берсеңіздер болады. Үйде не бар, соны сала бересіздер. Және де қалған қамырмен бетін жақсылап жабамыз. Және де менде миндальный лепестки болды, соны қостым, және де малина қосып жібердім. 160 градустық пеште 40-45 минут пісіріп аласыздар. Өздеріңіздің духовкаларыңызге міндетті түрде қараңыздар. Әр духовкада пісу уақыты әр түрлі болуы мүмкін. Толықтай суытып кесе берсеңіздер болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте биік, пышный, енді дәмі деген сөзбен жеткізу мүмкін емес. Қаймақтың дәмі өте керемет шығады. Сондықтан сапалы қаймақты пайдалансаңыздар, нұр үстіне нұр болады деген ойдамын. Мінекей өте жұмсақ, пышный, әдемі болып шығатын пирогымыз дайын. Шайларыңыз тәтті болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналға жазылып кетіп, өз ойларыңызды комментарияда білдіруді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.